Денсаулыққа әрі қаржылық сауатқа пайдалы лайфхак. Жаттығу залына 3 айлық абонементті бар жоғы 28 000 теңгеге сатып алдым. Айына шаққанда 9333 теңгеге шығады. Аптасына 3 рет барып жаттығамын, уақыт жағынан шектеу жоқ, таңертеңнен кешке дейін жаттығуға болады. Зал ішінде барлық жағдай жасалынған. 6 адамға арналған жүгіру жолақтары бар. Сонымен қатар велотренажерлер бар. 70 адамға арналған киім ауыстыратын бөлмесі бар. Ең бастысы және ең маңыздысы ішінде парилкасы бар. Осы жерден қыздырынуға болады. Моншаға барудың қажеті жоқ. Сонымен қатар 3 адамға арналған душы бар. Моншаға айына 3 рет барсаңыз да 15 000 теңге шығындаласыз. Сол себепті бұл жерде моншаға барудың қажеті жоқ, ақшаңыз үнемделеді. Тағы да бір артықшылығы, бұл жерде уақыттық шектеу жоқ. Айтып өткенімдей, таңертеңнен кешке дейін ішінде жаттығу жасап, парилкасына кіріп жүре беруге болады. Мен мұны 2 есе тиімді лайфхак деп атаймын. Әрі денсаулыққа, әрі қаржылық сауатқа пайдалы, яғни шығындарыңызды азайтасыз. Сол себепті достар, өз қалаңыздан осындай жағдай жасалынған жаттығу залына баруға тырысыңыздар. Бірінші байлық денсаулық. Денсаулық мықты болса, барлығы да дұрыс болады. Денсаулығыңыз мықты болса, дәрі-дәрмекке шығындалмайсыз. Дәрі-дәрмекке шығындалғанша, осындай пайдалы нәрсеге шығындалған 1000 есе артық. Темекі шегетін бауырларымды бұл зиянды әдеттен арылуға кеңес беремін. Бұл біріншіден денсаулыққа зиянды, екіншіден күнә, үшіншіден қалтаңызға артық шығын. Жаңағы жаттығу залына кететін шығыннан 2 есе көп. Денсаулық бұл аманат. Темекі шегесің бе? Мына деректерге қараш. Қазақстан Республикасының қаулысына сәйкес 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап темекінің минималды құны 590 теңге болады. Ал 2023 жылдан бастап 630 теңге болады. Яғни 6%-ға қымбаттайды. Егер күнде бір қорап шексең, айына 17 700 теңге жұмсайсың. Бір жылда 215 350 теңге шығады. Темекі жыл сайын 6%-ға қымбаттайтынын ескерсек, 2023 жылы 228 271 теңгеге шығындаласың. Дәл осы формулаға салсақ, алғашқы 10 жылдықта 2 838 484 теңге, екінші 10 жылдықта 5 83 292 теңге, үшінші 10 жылдықта 9 103 403 теңге шығады. Сонымен жалпы 30 жылда 17 25 180 теңге жұмсайсың. Бұл бір кәсіпті дөңгелетіп әкетуге жететін қаржы. Оны қойшы, 30 жылда денсаулығыңнан не қалады? Темекі шегетіндерге жібер, біле жүрсін.